Сәлем қыздар, біз бүгін менің балалық шағымдағы кексті дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге жұмсақ комнатный температурадағы сары май керек. Оның үстіне қант қосып, миксерлеп, оны қанты ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Сол жұмыртқаны жарып, содан кейін кішкене тұзды себелеп, жұмыртқаның үстіне қосып, оны әдемілеп араластырып аламыз. Кішкене тұзы ерігенше. Содан кейін біздің екі массамызды қосып жақсылап миксерлейміз. Ол миксерлеген кезде бәрі одной масса болу керек та. Помните, СССР кезінде керемет дәмі күшті кекстер жасаушы еді ғой, әке-шешеміз. Мен лично мектеп кезінде кекс есіме түседі, осыны жесем. Сондай мектеп кезіндегі керемет дәмі бар кексті дайындап балаларыңызды қуантсаңыз болады. Бұл сместің үстіне бізге мейіз керек болады, изюм. Одан кейін жағы ұн мен разрыхлительді араластырып, оны поэтапно біздің тестамызға смеска салып, оны араластырамыз. Оны шашыра кетпес үшін өйстіп ложкамен араластырып алдым. Содан кейін миксерледім, жақсы араласу үшін. Сол кезде мынандай қоюлау келген бір смес шығады. Одан кейін бізге любой форма алсаңыз болады. Менде мынандай для кекса формам бар екен, соны қолдануды шештім. Одан кейін оны күштілеп тұрып жайғастырамыз тестамызда, обязательно, чтобы қуыс-қуыстарына формаға жақсы сіңу үшін. Можете на 10-15 минутқа қойып қоюға. Бірақ я потрясла, одан кейін нормально болды. Обязательно духовкаңызды қыздырып қоясыз. 180 градуста 35-40 минут піседі. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан оны тексеріп тұру керек. Шпажкамен или зубочисткамен тексеріп тұрасыз. Осыны керемет, виды да мощный, өзі де мощный, вкусный, күшті кекс шығады. Бұның үстін мен шоколадпен оформлять еткім келді. Сол себептен кішкене қазақстанский шоколад алып, сары май қосып, оны микроволновкада ерітсеңіз, осындай масса шығады. И вуаля, ауызда еритін керемет дәмді кексті сіздерге ұсынамын. Обязательно лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Подписка жасаңыздар. Менің каналымда өте көп қызықты рецепттер бар. Назарларыңызға рахмет.